Барлықтарыңызға сәлем, құрметті достар. Байланыста Шалдарақлек Асылбекұлы. Бұл Репликон қазақ тілді медициналық каналы. Сіздерді каналда көргеніме өте қуаныштымын. Бүгінгі кезекті омыртқа бағанасының байланыстарына арналған сабақ, яғни атлант шүйделік буын және атлант біліктік буындарды қарастыратын боламыз. Алдыңғы сабақта біз типтік омыртқалардың байланыстарын, бітісіп кеткен омыртқалардың байланыстарын қарастырып, енді дәл қазір атиптік омыртқалардың байланыстарын қарастырамыз. Бұны мен ең соңына қалдырдым, өйткені ақпарат көптеу, және де бұл жерде екі буын талдаймыз. Мысалы, типтік омыртқада тек қана бір буын болатын болса, бітісіп кеткен омыртқаларда то же самое бір ғана буын бар. Мына жерде екі буын. То есть екі буын емес, даже үш буын бар бұл жерде. Қазір соларды қарастырамыз. Кеттік. Бірінші, біз бірінші мойын омыртқасы мен бассүйек арасындағы байланыс қарастырайық. Ол жерде енді ешқандай байлам немесе мембрана жоқ. Ол жер кәдімгі буын деп аталады. Қазақша шықшыт буыны. Артикуляция атлант оксипиталис, яғни не мен ненің арасына байланысты тұр? Бірінші мойын омыртқасы мен шүйде сүйектің арасына. Сол себептен бұны атлант шүйделік буын деп те атайды. Енді оның алгоритміне келейік. Бірінші, оның буынның қазақша латынша атауы шықшыт буыны, немесе атлант шүйделік буын, немесе артикуляция атлант оксипиталис. Кеттік. Буынды құрайтын сүйектер шүйде сүйегі мен бірінші мойын омыртқасы, яғни атлант немесе. Екінші, сүйектердің буындық беттері. То есть осы буынды қандай сүйектердің буындық беттері құрайды? Шүйде сүйегінің кондиль оксипиталис, яғни айдаршықтары, және бірінші мойын омыртқасының фавия артикулярис супериус атлантис. То есть біз білеміз, екі бүйір бөлігі бар еді, масса латералис. Сол масса латералистің жоғарғы буындық беті, оны буындық ойыс деп атайды. Фавия артикулярис. Сол екеуінің арасында орналасады екен. Енді буын капсуласы. Буын капсуласы кәдімгі буын беттерінің жиектеріне бекиді. То есть сол сүйектердің айналасына бекиді, және құрылысы бойынша ол жұқа. Өте тонкий болып келеді екен. Енді классификациясына келетін болсақ, ол жай буын болып саналады, өйткені ол жерде қана екі буындық бет қана қатысып жатыр, және ол құрама буын. Өйткені ол екі парный еді, то есть ол жұп болып саналады. Сол себептен ол екі анатомиялық жерде орналасқанымен де, бірақ қызмет жасаған кезде екеуі бірге қосылады. Сол себептен ол құрама буын, немесе оны комбинацияланған деп атайды, комбинированный. Пішіні бойынша эллипс тәрізді, немесе кейбір кітаптар оны айдаршық деп атайды. Не үшін айдаршық? Потому что анау ос оксипиталистің кондилюстары, то есть нелері, айдаршықтары сол айдаршық пішіне ұқсас болып келеді. Және ол екі осьті. Енді біз білеміз, эллипс тәрізді болатын болса, ол автоматом екі осьті буын болып саналады екен. Енді қозғалыс түрлері. Фронтальды білікте ол басты бүгу және жазу қызмет атқарады. Орысша айтқанда кивание головой. То есть мына бір нәрсе келісетін болсақ, басты бүйтіп бүгеміз ғой. Сол сияқты басты бүгу жазу. Сагитальды білікте басты оң және солға қарата бүгу. То есть мынау басты иық бар емес, иығымызға қарата бүйтіп сагитальды түрде бүгеді екенбіз. То есть оңға солға қарау емес, бүгу, мына иыққа қарата бүгу. Және де біз алдын айтқан едік, фронтальды жазықтықтан сагитальды жазыққа өткен кезде бастың айналмалы қозғалысын жасайды екен. То есть бас айналады екен. Енді мен алдындағыдай сіздерге бұны өзім видеома қосып көрсетейін. Дайын болыңыздар видеомды көруге. Опа. Енді қараңыздар, жалпы мұнын бүйтіп қойық. Бірінші, фронтальды жазықтықта ол қалай қозғалады дедік? Мына басты алдыға және артқа қарата бүгу. Мына басты алдыға бүгу және басты артқа бүгу. Бұл фронтальды жазықтық. Бүгу жазуды оны латынша не деп атайды? Флексио экстенсио. Флексио экстенсио. Түсінікті? Келесі. Біздің қарастыратын нәрсе ол не? Именно буынның екі бүйірге қарата иілуі. То есть сагиталь жазықты ол не істейді? Мына, то есть оңға және солға қарата не істеткен? Просто иілеткен. Мына қарау емес, бұлай қарау емес. Ол не? Бүгілу. Бұлай бүгіледі және бұлай бүгіледі. Түсінікті? Және де үшінші қозғалыс, ол қараңыздар, фронтальды жазықтықтан сагиталь жазыққа өткен кезде ол не істейді? Айналмалы қозғалыс жасайды. То есть қараңыздар, мына фронтальды бүкті, сагитальды айналу керек. Не көріп тұрсыз? Мына кәдімгі дышыда жасайтын осындай қозғалыс. Айналмалы қозғалыс деген осы, немесе оны циркумдукция деп атайды. Түсінікті ғой? Осы бізден бірінші мойын омыртқасы мен бассүйек осындай қозғалыстар жасайды екен. Енді неміз өшірейік. Енді фиксациялаушы аппаратқа келетін болсақ, фиксациялаушы аппаратта бұл жерде не орналасады екен? Бірінші, алдыңғы атлант шүйделік мембрана және артқы атлант шүйделік мембрана. Мембрана атлант оксипиталис anterior, мембрана атлант оксипиталис
постериор орналасады екен. Бұл жерде байламдар емес, ол қандай? Ол именно мембрана, жарғақ болып саналады екен. Ал қосымша аппарат бұл жерде жоқ. Енді кеттік. Осыларды қазір через атлас арқылы көрсетейін. Жалпы міне, бұл бізде мына жерде орналасқан болады. Мынау көріп тұрғанымыз не? Шүйде сүйегі, ал мынау бірінші мойын омыртқасы. Шүйде сүйегі мен бірінші мойын омыртқасының аралығында не орналасады? Мына буындық капсула орналасып тұр. Капсула сол буындық беттердің жиектеріне бекініп жатыр екен. Және де фиксациялауыш аппарат ретінде біз екі аппаратты айттық. Бірінші мына передний атланто-затылочная мембрана, то есть мембрана атланто-оксипиталис anterior, және мембрана, қараңыздар, атланто-оксипиталис posterior, мынау болып саналады. Ал мынау біз білетін лигаменты нухея, желкелік байлам. Вот, соответственно, бұлардың енді басталатын, аяқталатын жерлері қалай? Оны мен бөлек кестеге түсірмедім, осы жерден айта салайын. Бірінші, бұл қай жерде орналасады? Атланто-оксипиталис posterior болатын болса, қараңыздар, ол бірінші мойын омыртқасының артқы доғасынан, және де мынау шүйде сүйек болатын болса, сол шүйде сүйектің үлкен тесігі бар ғой, форамы магнум, вот соның артқы жиегінде бекінеді екен міне. Ал алдыңғы болатын болса, соответственно, алдыңғы бірінші мойын омыртқасының алдыңғы доғасы, және де шүйде сүйектің, мынау бізде мембрана тектория, так, бұны алып тастайық. Бұны алып тастаймыз. Ана жерден көріне ме, көрмей ме? Мына алдыңғы жиегіне барып бекиді. То есть бүйтіп көрсететін болсам, мына. То есть алдыңғы жиегіне барып бекиді. Сол тесіктің форама магнум алдыңғы жиегіне. Вот мына. Енді бұның қызметі қандай десек, бұның қызметі жай ғана байланыстыру. Екі сүйекті бірмен байланыстырады. Кітаптарда солай айтылған. Қосымша аппарат ол жерде ерін, ешқандай мениск, диск деген нәрсе жоқ. Енді келесі біздің қарастыратын буын, түсінікті ғой, бұл атлант шүйделік буын. Бұл бізде жұп болып саналады, то есть екі шетте. Келесі ол бірінші мойын мен екінші мойын омыртқаның арасына байланыс. Яғни оның өзі екі буыннан тұрады екен. Ортаңғы атлант біліктік буыны, артикуляция атланта оксиалис, және латеральды атлант біліктік буыны, артикуляция атланта аксиалис латералис. То есть біреуі медиана, екіншісі латералис. Міне, біз білеміз, бірінші мойын омыртқасының алдыңғы доғасында, оның артқы жағына не орналасады? Алдыңғы доғасының ішкі бетінде фавия дентис орналасады. Ал екінші мойын омыртқасында дентис, тіс орналасады. Демек, тіс, сол екінші мойын омыртқасының тісі бірінші мойын омыртқасының сол фавия дентиске байланысып, сол жерде не? Ортаңғы атлант біліктік буынын құрайды. Артикуляция атлант аксиалис медиана, мына жер. Ал латеральды деп отқанымыз кәдімгі буындық өсінділері, то есть процесс, мысалы, мына жерде процессус артикулярис, немесе масса латералис қой, мына жерде. Масса латералистің артқы төменгі жағында не буындық беті, және екінші мойын омыртқасының жоғарғы буындық беті, то есть мына масса латералистің төменгі буындық беті фасцис артикулярис масса латералис, ал екінші мойын омыртқасында жоғарғы буындық беті, процессус артикулярис супериор, фасцис артикулярис, мына осы жерде орналасады екен. Енді біз қазір мынау екеуін де бірге қарастырамыз. Бірінші, ортаңғы атлант біліктік буыны, артикуляция атлант аксиалис медиана. Бұл қай сүйектердің арасында орналасады? Бірінші мойын омыртқасы мен екінші мойын омыртқасында буындық беттер қандай? Фавия дентис, және фасцис артикулярис anterior et posterior dentis. То есть тістің алдыңғы және артқы буындық беттер бар еді, то есть екеуі де қатысады екен. Қазір бір қызық нәрсе айтамын. Екеуі де қатысады. Буын капсуласы буын беттердің жиектеріне бекиді тоже самое. Және де қараңыздар, ол лигамента кругиформе, то есть крест тәрізді байлам арқылы нығыздалған. Лигамента кругиформе атланис. Қас көрсетем қандай екен. Буын классификациясы. Бұл классификациясы бойынша жай буын болып саналады. Өйткені ол жерде екі ғана буындық бет қатысып отыр, именно жаңа фавия дентис және де дентис екеуі. Құрама болып саналады. Құрама, потому что бұл жерде қараңыздар, мен осы жерде бір нәрсе айтайын. Негізі мынау бірінші және екінші мойын омыртқаларының байланыстары, то есть бұл жерден екі буын ғой, бірақ бұл екі буын всегда бірге қозғалады. Бірге, түсінікті? Сол себептен де біз мына жерде құрама буын, то есть комбинацияланған буын деп, мына тұрған латеральды атлант біліктік буынмен бірге қозғалады деп айтамыз. Енді мына жерде оның, мысалы, ортаңғысында басқа жоқ қой, басқа жаңағыдай осыған ұқсас, ол жерде не? Мына жерде тұрған латеральды буынмен есеткен бірге қозғалады екен. Ал керісінше, мысалы, латеральдық буынды сипаттаған кезде, латераль атлант буынды сипаттаған кезде, ол да жай буын, бірақ комбинацияланған. Қай буынмен комбинацияланады? Мынау ортаңғымен комбинацияланады, түсінікті? Екеуі бір-бірімен связаны. Қозғалыс жасаған кезде екеуі бірге қозғалады екен. Келесі,
Бұл цилиндр тәрізді болып саналады екен. Цилиндр тәрізді буын, иә, вот мынау буындық беті цилиндр тәрізді, және ол бір осьті. То есть цилиндр болғаннан кейін тек қана бір жазықтықта ғана қозғалыс жасай алады екен. Қандай қозғалыс дейтін болса, вертикальді білік бойынша басты оң және солға қарата бұрады. То есть бұл уже жаңағы атлант оксипиталис сияқты бүйтіп оңға солға оны бүкпейді, оны керісінше бұрады. Мысалы оңға солға қараймыз ғой, былай оңға солға қараймыз, через плечо арқылы, иық буын арқылы бүйтіп қараймыз ғой, иық арқылы. Сол бізде просто бүгу емес, бұру болып саналады екен. Енді мына жерде фиксациялаушы аппарат, байламдар, бұл жерде қандай? Латеральды атлант біліктік буынның байламдар деп қойдым, потому что то же самое, оның негізі өзінің байлам жоқ. Ол мынау латеральды атлант біліктік буынның байламдары арқылы байланысады екен. Түсінікті? Сол себептен если біз ортаңғы атлант біліктік буынның байламдары дейтін болса, біз мынаның байламдарын айта береміз. Түсінікті? Латеральның қосымша аппарат, соответственно, бұл жерде жоқ. Енді қараңыздар, бір қызық нәрсе. Қазір мен сіздерге атластан ашып көрсетейін. Атластан так. Вот, мына. Мынау екінші мойын омыртқасы, я, тісі, мынау бірінші мойын омыртқасы. Екеуінің арасынан қасы шүйдесекті алып тастайын. Шүйдесекті алып тастайтын болсақ, вот, көріп тұрмыз ба? Екеуінің арасында буын пайда болды мына. Вот. Буын капсуласы то же самое былай бекінеді жиектеріне. Енді жаңа айттық қой, буынды капсуласы крест тәрізді, яғни лигамента крукиформе арқылы нығыздалған деп. Ол қалай, қараңыздар мына. Мынау бізде лигамента крукиформе. Бұл лигамента крукиформе деген екі түрлі байламдардан құралады. Мынау көлденең байламнан құралады екен, лигамента трансверсая, және де мынау жоғары және төменгі бойлық нендей пучок дейді, пучоктен бумалардан құралады. То есть мына былай крест тәрізді байлам құрайды, екеуі бірігіп отыр. Енді қараңыздар, не байқап тұрмыз? Осы крест тәрізді байлам, бұны қазір келесіне де айтамыз, латеральды буында. Бұл мына тісті артынан бүйтіп нығыздап тұр, то есть бүйтіп не істеп тұр, тартып тұр алды қарата. Вот нығыздалған деген сөз осы. Буын капсуласының бір ерекшелігі не істейді? Осы крест тәрізді байлам арқылы нығыздалады. Енді бұл жерде тағы не нәрсе айтқым келіп тұр? Жаңа бір ерекшелік дедім ғой. Көп кітаптарда бұны жай буынға жатқызады, потому что жай буынды бұл жерде не, мынау екі ғана буындық беттерден құралады деген, мынау және мынау. Кейбір кітаптарда бұны күрделі буындарға жатқызады. Өйткені өте қызық нәрсе, мынаны алып тастайтын болсақ, қараңыздар. Артқы бізде буындық бет бар еді, facies articularis posterior, осы артқы буындық беті кейбір кітаптарда айтады, мынау крест тәрізді байламмен байланысады деп. Вот. Сол себептен де бұл жерде қараңыздар, қанша буындық беттер, мынау крест тәрізді байламның, я, буындық беті, одан кейін артқы буындық бет, то есть мынау екі несі ғой, то есть крест тәрізді байлам, то есть крест тәрізді байлам буындық бет емес, сол артқы буындық беті сол крест тәрізді байламмен бір байланысып отыр. Және де мынау алдыңғы буындық беті не істеп отыр? Мынау мойын омыртқасын байланысады. Значит, бұл жерде үш негізгі жаңағыдай бөліктер арқылы байланысады деп, бұны қиын, то есть күрделі буындарға жатқызады. Бірақ менің ойымша бұл кәдімгі жай буын, потому что мына жерде мынау екі байламда, то есть екі байлам болғанда, мынау екеуі құрап бір байламды құрайды ғой. Бұл жерде ешқандай не жоқ, буындық бет жоқ мынаның ішінде. Сол себептен менің ойымша бұл жай буын болып саналады екен. Бірақ кейбіреулер мына жерде үш буын бет бар деп, оны күрделі жатқызады. Енді кеттік, түсінікті ғой, бұл бізде кәдімгі ортаңғы атлант біліктік буын. Енді келесі біздің қарастыратын буын ол не? Ортаңғы атлант білікті емес, ол латеральды атлант біліктік буын. Кеттік, буынды құрайтын сүйектер. Ол қай жерде орналасады? Мына жерлерде орналасады. Кеттік ендеше. Бірінші мойын омыртқасы мен екінші мойын омыртқасының арасында орналасады екен. Сүйектердің буындық беттері facies articularis inferior atlantis және де facies articularis superior axis. Екі жаңағыдай буындық беттері. Буын капсуласы кәдімгі буын беттерінің жиектеріне бекиді, және буын классификациясы бұл жай буын, бірақ құрамы комбинацияланған. Қай буын мен ортаңғы атлант біліктік буын, мен жаңа айттым, иә. Пішіні бойынша бұл жалпақ буын болып саналады, бірақ жалпақ буын болғанмен де ол цилиндр тәрізді қозғалады екен. Сол себептен ол бір осьті буынға жатады. Тек қана осы буын бір ерекшелігі бар. Ол пішіні жалпақ, бірақ оның функциясы цилиндр тәрізді болғандықтан ол бір осьті болып саналады екен, бір осьті. Түсінікті? Енді қозғалыс түрлері вертикальді білік бойынша басты оң және солға бұру, оң солға қарау. Нені байқап тұрмыз? Тура жаңағы айтқан ортаңғы атлант біліктік сияқты қозғалады екен. Значит, қараңыздар,
мына жердегі вертикаль білік деген сөз оң солға бұру. Ол осы екеуі бірігіп, осы екі буын екеуі бірігіп бірге жасаған кезде ғана не істеткен? Басты оң солға қарата бұрады екен. Түсінікті. Если біреу бар, біреу жоқ болатын болса, ол қозғалмайды. Енді кеттік фиксациялаушы аппарат. Бұл жерден аппараттар өте көп, байламдар, иә. Ол қандай? Крест тәрізді байлам, лигамента кругиформе аталайнс. Оның өзі бұл крест тәрізді байлам. Екі түрлі байламның қосындысынан тұрады екен. Ол көлденең байламнан, лигамента трансверсум, және жоғары және төменгі бойлық бумалардан. Fasciculi longitudinalis superior және fasciculi longitudinalis inferior. Иә, осы екі байламның қосындысынан, мынау байлам емес, бұны бума деп атайды. Соны біліп жүріңіздер. Келесі қанат тәрізді байлам, лигамент аляри, тіс ұшының байламы, лигамент апикис денти және жамылғы жарақ, мембрана тектория. Қосымша аппарат бұл жерде жоқ. Кеттік, бұны мен атластан көрсетейін. Вот. Бірінші мынау кәдімгі тура жаңағы не ғой, буын, иә, мынау кәдімгі не еді? Атлант біліктік буын. Мына жерде буын капсуласы былай осылай орналасады. Енді дәл осыдан, осы неден бізде не байламдар шығады екен. Кеттік, қандай байламдар? Бірінші крест тәрізді байлам, лигамента кругиформис. Крест тәрізді. Екі түрлі байлам қосылса тұрады. Бірінші ол лигамента трансверсариум, то есть лигамента трансверсариум атлантис. Ол қалай орналасады екен? Мына тұрған бірінші мойны омыртқасының бүйір бөлтірі масса латарис. Соның екі жағына бүйтіп, екеуінің арасында орналасады, екеуінің арасында. Ал және екінші несі ол не? Fasciculi longitudinali superior және fasciculi longitudinali inferior, немесе оны екеуі бірігіп нені байлам құрау. Кей жерде байлам деп айтуы мүмкін. Мынау жоғарғы байлам, мынау төменгі байлам, бірақ бұны көбінесе бума деп атайды. Fasciculi, иә, екеуі бірігіп крест тәрізді байлам құрайды. Келесі байлам түрі қандай дедік? Мына жерде тұрған, не көріп тұрмыз? Связка верхушки зуба, то есть мынау тіс бар емес па? Екінші мойын омыртқасының тісінің, тіс тәрізді өсінісінің несі жоғарғы бетінде орналасып, то есть ұшында орналасып, ол қай жерге барып бекиді екен? Кәдімгі шүйде сүйектің, мынау форамы магнумның тесігінің жиегіне барып бекиді екен. То есть связка верхушки зуба, лигамента апикис денис, ол басталады тістік өсіннің ұшынан аяқталады мынау тұрған шүйде сүйектің форамы магнумның жиегіне барып бекиді екен. Келесі, мынау тұрған лигамента аляри, то есть қанат тәрізді байлам. Ол уже қараңыздар, мынау тіс тәрізді өсіннің ұшында емес, тіс тәрізді өсіннің бүйірінде орналасып, то есть сол жерден басталып, уже не? Мынау кондилус, то есть айдашық бар ғой. Шүйде сүйектің айдашығының жиегіне барып бекиді екен, жиегіне. То есть, жиек болғанда, мына тесігіне кіріп барып бекиді ғой. Вот. Ал мына жерде не қалып кетті? Крест тәрізді байламды айттық, екеуін айттық, қанат тәрізді байлам айттық, және тіс ұшының байлам айттық, лигамент апикис денис, және не? Жамылғы жарақ, мембрана тектория. Жамылғы жарақ, енді мынау байлам бар бізде, бұл жаңағы мембрана тектория, бұл мембрана текторияның бір бөлігі саналады екен. Яғни жамылғы жарақтың, қараңыздар. Бірінші мен жамылғы жарақты көрсетейін. Вот, мына. Демек, мынау бізде жамылғы жарғақ. Есімізде ма? Жамылғы жарғақ, мынау лигамента longitudinali posteriorдың тікелей жалғасы еді ғой. Немесе керісінше мынау ненің жамылғы жарғақтың жалғасы лигамента longitudinali posterior. Әр жерде әртүрлі айтылады. Демек, көрдік, бұл не істейді екен? Полный крест тәрізді байламды сыртынан қаптап тұрады екен. Вот. Ол қай жерден басталады? Екінші мойын омыртқасынан басталып, бекиді қай жерге? Мына тұрған шүйде сүйектің несі форамы магнумның жиегіне, то есть үлкен тесіктің жиегіне барып бекиді екен. Демек, бізде қандай байламдар бар екен? Мына бірінші мембрана байлам емес, бұл мембрана текториум болады екен, иә. Оны ашатын болсақ, мына лигамента кругиформис, оның өзі мына лигамента трансверсумнан тұрады екен. Енді мынау бірге алып кетеді екен, иә. Одан кейін жоғары жағынан не? Fasciculi longitudinali superior, fasciculi longitudinali posterior, яғни жоғарғы бума, мынау төменгі бума. То есть қандай бума? Бойлық бума болып саналады. Бұларды алып тастайтын болсақ, не көріп тұрмыз? Мына тіс ұшының байламы, иә, лигамента апикис денис, және қанат тәрізді, то есть лигамента алярия. Енді мынаны айттық, бұл не? Жаңағы покровная мембрана, то есть жамылғы мембрананың нелерге бөліктер екен. Қандай бөліктері? Терең бөліктер. Парс профунда мембрана тектория, немесе добавочный дейді, қосымша кіріктірілген жаңағыдай байламдары екен, немесе бөліктер екен. Енді бұны айтпасаңыздар да болады, бірақ айтсаңыздар өздеріңізге жаңағыдай жаман емес, то есть зиян тимейді. Вот, негізгі
байламдар осы екен. Демек, осымен біз не істедік? Латеральды атлант біліктік буынды толығымен қарастырып шықтық. Келесі біздің айтылатын нәрсе, мына жерде мен соларды көрсеттім, қай жерде қалай орналасатынын. Крест тәрізді байлам екі түрлі байламнан тұрады. Мынаны скринде бассаңыздар болады. Жаңағы айтқандардың бәрі осы жерде айтылып тұр. Енді жаңағы мен нені қозғалысты бір көрсете салайын. Вот. То есть біз айттық, екеуі бірге қозғалатын. Вертикальды бағытта, вертикальды білікте не оңға және солға бұру басты, бірақ бүгу емес. Қараңыздар, қазір көрсетемін. Міне. Так. Вот. Жаңа айттық, егер де бұлай болатын болса, мына бұлай. Бұл не еді? Атланта оксипиталис. Атланта оксипиталис сагитальды жасыт бойынша, сагитальды білік бойынша осылай бүгу. Ал жаңағы атланта аксиалис, медиаль және латераль, ол не? Вертикальды бағытта басты оң және солға просто бұрат. Мына қараңыздар. Оңға бұру, солға бұру. Мына осындай қызметті жүзеге асырады екен. Тек екеуі жаңа мына жерде тұрған медиаль және латераль екеуі бірге ғана осы қозғалысты жүзеге асыра алады екен. Түсінікті? Бірақ енді жеке-жеке сипаттайтын кезде қандай қозғалыс жасайды десе, осы оң және солға бұру деп айта береміз. Ал осылайша біз бүгінгі сабақты аяқтаймыз. Назарларыңызға көп рахмет. Біз дәл қазір сіздермен бірге нені аяқтадық? Мына тұрған омыртқалардың байланыстары, то есть типтік бітісіп кеткен және атиптік омыртқа арасында байланыстар толығымен қарастырдық. Енді келесі біздің қарастыратын байланыстар не нәрсеге арналады? Қабырғалардың байланыстары. То есть қабырғалардың омыртқа бағанасымен байланысуы, қабырғалардың төсекпен байланысуы және қабырғалардың өзара байланысуын қарастырамыз. Одан кейінгі сабақта төсектің мына тұрған үш бұл жерде енді бөлек-бөлек видеолар болмайды, бәрін бір видеоға, үш байланысты бір видеоға кіріктіретін боламыз. Түсінікті? Ал сау болыңыздар. Байланыста болған Репликон медициналық каналы. Шалдар Ақтілек Асылбекова.